Қайырлы күн оқырмандар, менің арнама қош келдіңіздер. Балалық шағымыздың бал дәмі болған осы лакомканың кремінің дұрыс жасалу жолы және қамырының осылай жұмсақ болу тәсілінің құпиясымен осы видеода көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, қантымызды 2 жұмыртқа саламыз. Ашытқы, кішкене тұз, шымшым, осыны араластырып алатын боламыз. Бәрі біркелкі болып араласқаннан кейін ұнымызды 2 бөліп салатын боламыз. Бірінші жартысын салып осылай араластырып аламыз. Бәрін бірден салып жіберудің қажеті жоқ. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Қазақша контенттің дамуына сәл де болса үлесіңізді қосып, осы видеоны өзіңіздің жақыныңызбен де бөлісіп қойыңыз. Осылай қоймалжың болған сәтте бөлме температурасында тұрған сары майымызды салатын боламыз. Майымызды салғаннан кейін осылай жақсылай билеп аламыз. Сол кезде жұмсақ, қолға сәл жабысып тұратындай осындай қамыр пайда болады. Енді оны салафанға салып, жылы жерге 1 сағат шамасында көтерілуге қалдырамыз. Осы уақыт ішінде біз арасына жағатын кремін дайындаймыз. Креміне сүтімізді құямыз, 2 жұмыртқамызды, қантымызды, кукурузный крахмал немесе ұн қоссаңыздар да болады. Егер де сіздерде крахмал болмайтын болса, біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін газға қоямыз. Газда міндетті түрде осылай араластырып тұрамыз, асы күйіп кетуі мүмкін. Қоюлау болған сәтте өшіреміз және де бетін салафан немесе пищевая пленкамен жауып суытуға қалдырамыз. Қамырымыз осылай көтеріліп дайын болып тұр екен. Енді бұл қамырларымызды бірнеше бөліктерге бөліп дайындап алатын боламыз. Егер үлкендеу болған қаласаңыздар 70 грамм, кішілеу болған қаласаңыздар 65 граммнан бөліп дайындап аласыздар. Осылай дайындап алғаннан кейін бетін салафанмен жауып 40 минут шамасында көтерілгенге қалдырамыз. Көтерілгеннен кейін видеода көрсетілгендей етіп, сопақтау етіп жайып алатын боламыз. Дөңгелек емес, овальный етіп осылай жайып алғаннан кейін енін 10 см, ал ұзындығын 20 см етіп жайып алсаңыздар өте жақсы шығады. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жайып дайындап алатын боламыз. Ортасына майды жағудың қажеті жоқ. Осылай 2-ге бүктеп, пісіретін ыдысымызға салып қоямыз. Оны да бетін салафанмен жауып 20 минут шамасында тағы да көтерілгенге қалдыратын боламыз. Міне осылай салафанмен жауып 20 минут шамасында көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Енді кремін осылай суып дайын болып тұр екен. Осы кремнің үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанға дейін миксерлеп алатын боламыз. Міне креміміз осылай болды. Енді осыны лакомканың ортасына жағып дайындап алатын боламыз. Корждарымыз осылай әдемі болып піседі. Тәбет ашарлықтай болып тұр. Енді осының 2 данасын блендерге салып, майдалап езіп алатын боламыз ортасына жаққанға. 2 данасын жасасаңыздар жеткілікті. Блендермен майда етіп езіп аламыз. Жаңғаққа арында осылай жасасаңыздар өте жақсы шығады. Міне корждарымыз осылай болып езілді. Енді лакомкамызды жинауға кірісеміз. Ортасы жабысып қалмай осылай піседі. Ортасына кремімізді саламыз. 1,5-2 ас қасықтан салсаңыздар болады. Шет-шетіне де кремді осылай жаға отырып, жаңаға дайындап қойған крошкаларымызды жағып алатын боламыз. Осымен лакомкамыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және де өздеріңіздің жақындарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар осы видеомен. Алдағы уақытта шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да жақсы рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын.